Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше үй жағдайында жасалатын құрамы 2 ағзаттан тұратын балмұздақ рецептісін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізге алдымен мұздатқышта тұрған салқын сливке қажет болады. 33%, одан кейін сгущенное молоко қоямыз. Маған 400 грамм сливки және 200 грамм сгущенное молоко пайдаландым. Енді осы екеуін жақсылап қою масса болғанша араластыратын боламыз. Бізде міне осындай масса шығады. Енді бұл массамызды кондитерский мешокқа ішіне саламыз да арнайы мороженныйдың қалтқыларына құйып әсемдеп жасайтын боламыз. Мен осындай арнайы кондитерлік дүкендерде сататын балмұздаққа арналған силиконный форманы алдым. Енді ішіне балмұздақтың таяқшаларын салам. Одан кейін кондитерский мешокқа салынған сұйық балмұздақ эскимомызды үстінен құятын боламын. Бұл массаны мұздатқышқа, яғни морозилкаға 1 сағатқа қойып аламыз. Міне біздің бүгінгі дайындаған балмұздағымыз дайын болды. Формамыздан осылай жайлап шығарып алатын боламыз. Жаз айларында балапандардың ең көп сұранысқа ие жиі жейтін тәттілерінің бірі десем болады. Сіздер де мен сияқты үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Бұл балмұздақтың ерекшелігі дүкендегі балмұздақтан өте дәмді әрі ерекше.